Армысыздар, құрметті менің оқырмандарым. Сәуленің әңгімелері атты жаңадан ашылған қазақ каналын қолдаңыздар. Мен сіздерге қызықты оқиғалар желісімен аудио әңгімелер ұсынамын. Менің арнама жазылып, лайк басып, жақсы пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Елдостың әйелі ме, елдің әйелі ме? Елдос аудандағы автобазада істейді. Қыстың үскірігі қақаған қарыс адам қысқа күні есігінің алдындағы ПАЗ 672 автобусының сыр берген ұсақ-түйек ақауын демі бұрқырап, алаңсыз кірісіп жөндеп жүреді. Орта жастан асқан екі әріптесі ойда жоқта сау етіп келе қалды. Амандық саулықтан соң демалыстан келдің, демалысыңды жумайсың ба, деді қосарлана. Жарайды деп еді, үйде арақ бар ма десті. Сіңірленген кәрі құлқындары жыбырлап бүлк ете түсіп, әрине бар, онда бір үзім нанмен осында алып келсең, бізге бола береді, деді екеуі жарыса. Есіктің көзіне келіп тұрып, үйге кірмей кетсеңдер болмас, жүріңіздер үйге, деді. Келін бала ашуланып жүрмесе, біз дайын десті. Ашуланбайды, деп екеуін ілестіріп үйіне кірді. Қуыс үйдің іші ұядай жып-жылы. 6 жасар аурушаң ұл баласы ішкі үйде өзімен өзі ойнап жүр. Қызы мектептен әлі келмепті. Жайшылықта келіншегі Жақсыгүл бұл қаңыраған көр молаға кісі келмейді. Анау маңдай көршіңе қарашы, үйіңе бірі келіп, бірі кетіп сапырылысып жатады. Ал сенің кісіге титтей де жоғымың жоқ, деп шала бүлініп, қазандағы жалындаған майға түсіп қуырылған бауырсақтай шыж-быж ете беретін. Шынында да ілуде бір бұған ілесіп жақын достары келіп кетпесе, кім көрінген бас сұға бермейтін. Екі әріптесін сау еткізіп үйге ертіп кірісімен, міне, мені де іздеп келетін адамдар бар дегендей, келіншегінің жүзіне мақтанышпен қарады. Шайды демдеп жібер, ағалар келіп қалыпты, деді. Олар амандасып күлімдесіп төрге бір-ақ өтіп, дастархан басына қон жиып отыра қалысты. Ақ шәугімге сарылдатып су құйып, жедел газға қойды. Қолы қолына жұқпай нан турап әне-міне дегенше шай да әзір болды. Елдос Қытай арағын алып кеп дастарханға қойды. Асықпай ше беріңіздер, автобустың ақауын жөндеп болысымен қайтып келемін, деді. Бар, бара бер, біз күтіп отыра тұрамыз, десті. Ойында арамдығы жоқ аңқау жігіт үйден көңілленіп шықты. Арнайы түрде өзін елеп іздеп келген әріптестеріне қатты риза болды. Әй дейтін әже, қой дейтін қожа болмаған соң, келген екеуі ауыздарына түскен жаман сөздерді даурыға айтып еркінсіп кетті. Бірақ мұндай сөздер Жақсыгүлге майдай жақты. Жартылай ашық тұрған ішкі үйдің есігін сұқ саусағын аузына салып, сау еткен көлденең көк аттыларынан қорқып, сығалап қарап, тұнжырап аңқиып тұрған ауру баланы да ұмытты. Бір-біріне көз қысып, ымдасып, жымымдап отырғандарға жүзін бұрып, «Декабрака, ішің, шай ішің», деп күліп қағады. Кенет орнынан оқыс көтерілген Жақсыгүл жұлынып барып баланы өңменінен итеріп кеп қалып, есікті тарс еткізіп жауып алады. Бала да ізінше есікке жармасып қайта айқара ашып тастады. Тағы да сығалап қарай бастады. Қайтып бұған көңіл бөлмеген олар жыландай бір-бірін арбап желдей гуілдесіп кетті. Бір кезде бір құшақ суықты ала үйге Елдос кірді. Кел, шай іш, деді үшеуі де келісіп алғандай бірден. Көзіне көпек көрнеу шөп салғалы оқталып отырған Жақсыгүлдің қолынан сораптап күрең қою ыстық шайдан бір-екі кесе ішті. Отырғандар дастарханға бата жасап, өре сыртқа беттеді. Үйден Елдос, Оля қатар шықты. Есіктің шығар көзіне келіп, әлденеге қарайлап кібіртіктеп қалған Жақсыгүлдің соңынан келе жатқан Декабр оның қолынан ұстап құлағына сыбырлады да есікті қайыра жауып үйге кірді. Әңгімелесіп ауызғы үйдің босағасында тұрған шығар деп ойлаған Елдос оған онша мән бермеді. Қарлы боранда Оля екеуі өткен-кеткенді айтып іште қалған жолдасын күтіп тұрған. Декабр қолынан тартып ішкі үйге алып кірісімен Жақсыгүлдің жіңішке аш белінен айқара құшарлана құшақтады. Онсыз да толқындай толқып тұрған ол, оның ыңғайына құлап, қарсылықсыз айтқанына көне берді.
Сыртта тұрғандар бұл сұмдық оқиғадан хабарсыз еді. Ар-ұяттан жұрдай немелер еденге топ етіп құлай кетісті. Аурушаң болса да ес біліп қалған ішкі үйдің босағасында сілейіп тұрған бала жалаңаш екеудің тұрпайы қылығына таңырқай қарап үнсіз-түнсіз тұрып қалды. Жылауға да шамасы келмеді. Сонымен жар алдындағы адалдық, адамгершілік дегеннің аты өшті. Жаман қатынның ақылы ұшқырында деген осы. Сүт пісірімдей уақыттан соң темекісін жүре тұтатқан Декабрь шықты. Сезік тудырмау үшін соңынан ере шыққан Жақсыгүлге бұрылып, солай болсын деп еді. Ие деп ол бір түрлі үн қатып басын шыбындаған атша қайта-қайта шұлғыды. Күтіп тұрған бұларға қатарласа берген сұмырай кеттік деп сыр берместен алға түсіп, жортақтап жүре берді. Елдос екеуін барар жеріне жеткізіп салды. Одан әрі автобазаға кетті. Олардың асын ішіп дастарханына отырып ластап кеткеніне мүлде сезбеді. Ал Декабрь болса, жас қатынға бардым, ол маған тағы да кел деді. Енді Байсымағын үйінен бір жола қуады. Бұдан бұлай ол менің қатыным. Тұп-тура бейнетаспадағыдай білгенімді істедім деп ісіп кеуіп шұғыл 4-5 бөтелкелестерінің басын құрап таңға дейін арақ ішіп, жеңісін жуып, дуылдасып тойлап шықты. Сонымен сайқалдың қылығынан хабарсыз Елдос бұл антұрғанмен тағы да табаны күректей 5 жыл бірге ғұмыр кешті. Әйелінің ойнасы барын ол көңілдесті өзі тауып әкелгенін білмейді. Үйінде күнде жанжал шығатын болды. Оны әйелі Жақсыгүл бастайтын. Ұрыстары күннен күнге өрши түсті. Отырса опақ, тұрса сопақ болды. Ойбай, бұл жынды енді күн ұзақ үйден қарс адым ұзамай кетпейді. Не ел сияқты бел шешіп тіршілік етпейді. Анау жұрттың қатынына қарашы. Басқамен ойнап күліп қойындасып жүрсе де, байлары шақ ашып түк те демейді. Ал мен үйде тып-тыныш ошақ басында отырсам да бұл нақұрыстың бағатыны мен, деп жөні жоқ бай балам салатынды шығарды. Сондықтан жұмыс арасында қолы қалт етіп босай қалса, өз үйіне батып келе алмай автобазада, автобус ішінде тынығып демалатын болды. Нақтылы жұмыс уақыты жоқ, жұмыс пен үйдің арасын тоздырған. Мұндай жұмысыңның қажеті қанша? Одан да басқа жұмысқа ауысқын деп құлағын күнде мүжей берген соң жылы орны автобазадан өз еркімен жұмыстан шығып кетті. Арада жұмыс таппай біраз сандалып еді. Ойбай, бұл мені бағама десем, бұны мен бағатынға ұқсаймын деп зар заманын тағы айтты. Сөйтіп Елдостың басы шындап қатты. Арыстандай ақырған, аюдай бақырған тасқара әйеліне қалай жағам деп мазасы кетіп бітті. Мұны осылай әптен тұқыртып жүндеп жастып алған әйелі бірде бұған былай деп өте жұмсақ үнмен тіл қатты. Екі оттың арасында қалды деген осы. Бұлай тартса арба сынады, бұлай тартса өгіз өледі деген де осы. Сені де қимаймын, оны да қимаймын. Мен екеуіңе де жетем ғой. Сен оның келгеніне қарсы болма, үйге келе берсін. Сен мен бірінші қатынасқа түсейін, онымен екінші. Сен осы айтқандарыма келісесің бе деп бұны тақымдады. Есің дұрыс па өзіңнің, не деп сандалып лағып тұрсың деді түкке түсінбеген бұл. Я, дұрыс, демек келіспейсің ғой, онда үйден шық. Сенсіз де күнімді көрем, қарақан басымды алып қайда барсаң, сонда бар. Мына заманда туыстарың да сен үйіне жолатпайды. Бұдан былай мен де үйге жолатпаймын. Бір кезде дәл есіктің көзіне тұрғызып қойып көзіңе шөп салғанмын. Ал естірің болса осы, өз аузымнан естіп қал. Тап қазірден бастап жаныңның барында үйден шық деп көзі атызданып құтырынып кетті. Елдостың бар білгені үйден кетпесе болмайтынын ұқты. Ең соңғы рет көздері қарақаттай жәудіреген екі баласына қимай қарап шығып кетті. Бұл 1977 жылдың қаңтар айы еді. Табанынан таусылып жүгіріп жүріп пәтер тапты да сол күні асығыс көшіп кетті. Әйелінің опасыздығын кеш білген Елдос жазға қарай сот арқылы ажырасты. Тапа-тал түсте күйеуін есіктің көзіне күткізіп қойып баласының көзінше қас қағымда өз үйінде бөтенмен тәнін жалаңаштап жыныстық қатынасқа түсу деген
о заман мен бұ заманда тарихта болмаған шығар. Елдос кетісімен көп ұзамай-ақ бір түнде бір топ жігітпен жыныстық қатынаста болған Жақсыгүл тіпті өзінің ана екенін ұмытып бейнетаспаға да түскен көрінеді. Бақытын өзгелерден іздейтін әйелдердің шеберлігі міне осындай болады екен. Елдостың өмірден түйгені әйел ерегіссе бағыңды кетіреді екен, ұнатса бағыңды аспандатып көтереді екен.